сәлеметсіздер. Бүгінгі біздің қатысушы мектеп әкелер мектебінің рубрикасының қонағы, мектебіміздің ата-анасы Мәнен Өмірбекова. Қош келдіңіз. Жалпы бала тәрбиесі қай заманда да қоғам ішінде өзектілігін жоғалтпаған сұрақ. Педагогикада идеал тәрбие беру жаңағы әлі де ықсаңдап тұр. Сол себепті бүгінгі сіздің өзіңіздің тәрбие тәсілдеріңізбен танысқым келеді. Ең алғашқы сұрағым, және сіздің үйде бала тәрбиесімен кім айналысады? Біздің үйде мен көбісімен бірге тұрамын, әке-шешеммен. Сол кісілердің де тәрбиесі бар, өзімізде сол ұрпақ болғаннан ұрпақпен бірге көркейсің ғой енді. Сол үшін біз ұрпағымыздың жақсы болғанын қалаймыз. Жан-жақты тәрбие жағынан біз қадағалап отырамыз, атасы болып, апасы болып, әке-шешесі болып барлығымыз. Жалпы айтқанда үйде сол өзім қадағалаймын негізі. Жан-жақтылы сабағын көбінесе өзіңіз тәрбиелейсіз. Ең басты ұстазы ата-ана деп айтылады. Ең басты ұстазы ата-ана сіздер болғандықтан бала тәрбиесінде бұл баланың тәрбиесі қиын ба, әлде қыз баланың тәрбиесі қиын ба, қалай ойлайсыз? Меніңше енді біз екеуіне тең қараймыз, бірақ та былай алып айтсақ, қыз баланың тәрбиесі қиындау болады. Қорқасың жан-жақты енді. Қыз баланы үйде ханшайым ретінде тәрбиелеп, ұл баланы жаңағы көбінесе қазір заман талабына сай, ұл баланы керісінше біз жоғары көтермелеп, ал қыз баланы болса біз жаңағы көп жүкті сол қыз балаға артып отырмыз. Бірақ көбінесе қазір енді қыз баланы ханшайым ретінде, ұл баланы жаңағы елін қорғайтын, жерін қорғайтын ер жүрек қылып тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын енді. Енді келесі, сіз балаңызға қанша уақыт бөлесіз? Біз енді үйде болған кезде сол баланың қасындамыз негізі. Көп жұртқа шығарғымыз келмейді. Мен өз басым қарсымын, жаңағы туған күн мынауға баланы жібергім келмейді деген сияқты. Сырт жаққа көп жібергім келмейді. Ойын күлкі аз болса да ойлаймын. Енді ойнайтын уақыт алды ғой. Солай оқып немесін жетіп алса, ары қарай ойнайтын күн табылады. Сол үшін біз енді баланың қасындамыз негізі. Қоғамға қарай, осы өмірдің ағымына қарай баланы үйде әкенің жаңағы немесе ананың тәрбиесі зор деп ойлайсыз. Және немесе бала қазір өзі көбінесе гаджетпен өзімен өзі қазіргі заман ағымына сай солай болып жатыр. Дұрыс па, солай интернет желісі арқылы немесе жаңағы ата-ананың, әкенің немесе ананың тәрбиесін көреді? Жақындаған заман бірінші барып қазір. Бұл әке-шешенің тәрбиесі дұрыс болады негізі. Еркін қойып тұрған бала дұрыс болмайды. Жан-жақты бақылап отыру керек. Жан-жақты тәрбиелеу керек негізі ана. Қызым немемен де тәрбиелеу керек. Жалпы әке-шешенің тәрбиесі дұрыс болады. Бізде енді кезінде интернет тәрбиеленгеніміз жоқ. Біз әке-шешенің тәрбиесінде өстік қой. Жаман болмадық. Жақсы болдық. Сол әке-шешенің тәрбиесінде сол ешкімнің ала-жібін аттамадық. Сабақты жақсы алды болдық, балаларын алдық. Менің ойымша енді сол ата-ана тәрбиесі басым болса дұрыс болады негізі. Ата-апасының емес, жаңағы қоғам тәрбиелеген емес, сіздің жаңағы әке мен ананың рөлі ерекше деп ойлайсыз ғой. Ата-ана ретінде идеал тәрбие тәсілдерін айтып өтсеңіз. Идеал болғанда сол енді отбасымызда бұрыннан келе жатқан қазақи тәрбие ғой, қазақи тәрбие. Елдің ала жібін аттама, сол сияқты негізі қазақи тәрбиелеу керек балаларды, ұлттық тәрбие. Келгеніңізге рахмет. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.